Мен 93 жылы Бразилия құрамасында алғашқы халықаралық ойын өткіздім. Мен кім? Дебют қой енді халықаралық. 93 жылы. Кім ол? 93 жыл сен жоқ едің ғой. Мен бар едім, мен сен ойланып көрейін қазір. Тағы қандай фактор бар? Сол матчта гол соқтым. Дебют еще гол. Дебют еще гол. Аты Диньолардан бітейін ма? Жоқ, со тоқта. Или там Доллармен бітеді ғой кезден. 93 жыл кім болды? 94 жылы олар чемпион болды, әлем чемпионы болды. Ол кездерде кімдер болды? Кімдер ойнады оларда? Кафу деген Дида. Бебето, Кафу, Дида жоқ еді ғой кезде қайда ол? 93 жылы. Дебют жасамап па еді? Дәурен алды ол кезде жас еді енді, 15-те ғой, 14-те кез. 94 жылғы әлем чемпионатына қатысқан ба? Ойнаған ба ол матчтарда? Қатысқан әрине. Қатыспаған ғой ол, абылай қазір өтірікші болып қаласың ғой. 94-те қатысқан жоқ. Қатысқан жоқ ол. Бразилия 94, 98, 2002, 3 әлем чемпионатының финалын ойнады, екеуін жеңді, біреуінде жеңілді. Мен әте айтып отырмын деп па? Шатастыру мақсатында айтылып. Енді ол кезде әлем чемпионаты болса, Бразилия финалға шығып алатын ғой. 94-те де, 98-де де, 2002-ге шейін, в общем, үзілмей финалда жүрген ғой. Демек ол екі рет финалда ойнағандар көп. Кафу үш ойнаған ол, Кафу емес ол демек. Шабуылшы ма ол? Шабуылшы. Гол салып жүргенде біраз, Көп соқтым ғой, мен көп соқтым. Біраз соқып тастаған. Көп бұл мен кіммін деген айдар ғой. Көп соқтым ғой дейді. Өзін сол футболшы сезініп. Сала берген деп жатыр ғой, жалпы. Дәурен Алдың қасында жүрген біреу ғой. Рональдиньо емес ол. 98-де ойнаған жоқ. 81 жылы ғой Рональдиньо деген. Мен Италияда ойнағам клубта. Ол 90 жыл бәрі Италияда ойнаған. Мықты number one лигалардың бірі. Сосын қаяқта ойнады ол? Италиядан Испанияда ойнады. Испанияда, Италияда ойнады. Примерно тауып тұрсың ғой сен? Барса ғой примерно, және ол Милан, қазір подсказка, сен күтіп отырсың, Милан италиялық, және Барса испаниялық. Ол Буниоткарда ойнаған ба? Грекияда ойнаған. Ойлаш, Барселона, Милан болып келе жатасың. Буниоткармен бітесің да. Әрине ол Ривалдо. Ривалдо. Тауып қойдық. Негіз тауып қойғанбыз басында. Басында біз әшейін ойнатып Қызық болсын деп ойнаттық, Мен серияның жеңіп алғам. Және алғашқы футболшы ретінде алтын голды соққам. Золотой гол. Серия Аны жеңіп алған. Италияда ойнаған. Біз тауып қойдық қой сен екінші подсказкаңнан кейін. Давид Трезеге екен. Опана. Ол алтын гол соқты ғой 2000 жыл. Олжас аут. Кеше көкпарда аут деп ше, ё-моё. Көкпарда аут нес. Угловой берген ғой. Европейцісің ба? Италиялықсың ба? Жоқ. Мен Германия, Италия, Австрия және Францияда ойнағам. Австрияны алып. Австрия, Францияда ойнаған. Золотой голды отмена кетіп қалғаны қанша болды? Есімде жоқ ол кезде. Ол жағын білмеймін. Ішіп кеткендік. Германиялық. Ол бірінші сол гол салған ғой, алтын голды, алтын доп. Жоқ. Ол кім ғой? Бірінші золотой голды салған ба тарихында? Ол Лотар Маттеус па? Жоқ. Жақсы келе жатыр еме, болмай қалды. Оға басталады аты. О? Мен тауып қойдым уже. Айта берейін ба? Айтыңыз. Оливер Бирхоф. Дұрыс. Мен оны танымайды екенмін. Ол анау несі болды ғой? 2000 жылдар наклейка жинайтын еді ғой. Сол кезде сол Бирхоф шыға беретін ғой. Сағыз наклейкасынан ба? Мен бар 5 сағыз сатып аламын ғой. Іштен 5 түрлі футбол шығу керек. Сөйтіп 4-еуі баны Бирхоф баламы. Таратып берем балдарға. Шайына бірақ ішіндегісін бер маған деп. 3-еуі Бирхоф болып шығады ғой. Сосын онда таратып жібересің, қойшы деп. Мен ұлттық құрама үшін 40 гол соққам. Европалықпын. Ұлттық құрама үшін 40 гол соққан 40 мың адам бар ғой. Европалық. Қазақстан емес ғой, 14 голдан шектеліп қалып жатқан. Жарайды, Англияда ойнағам. Англияда ойнаған дейсің ба? Ол қазір ойнамайды ғой, Ойнамайды. Тек шалдарды жинап алыпсыңдар, бірақ қазіргі жас көрермендерге. Жоқ, ол не ғой, жас көрермендер біледі оны. Ойын Руни туралы айтып отыр ғой. Жоқ. Джесси Лингард? Лингард? Ол салған білесіз, Англияда гол. Бит жүгіретін ғой гол салған кезде. Пол Сколс? Ой, Алан Ширер туралы айтып отырмын мен. Жоқ. Ньюкаслда ойнамаған ғой, железно онда ол. Ливерпульда ойнаған ба? Ньюкаслда ойнаған. Ньюкаслда ойнаған. Ньюкаслда ойнаған Майкл Оуэн ғой. Дұрыс. Майкл Оуэн. Оуэнғали. Тауып қоя берсің. Оуэнжан. Мен Африка ұлттар кубогын 2 рет жеңіп алғам. Ой. Африка ұлттар кубогын? Дидьер Дрогба? Мен білем, ол өмірі сөйтіп айтатын ғой жаңағы, оның приколдары болатын. Әлемдегі ең қиын турнир Африка кубогы деген ше. Этоо ма не? Жоқ, Яя Туре ғой. Жоқ, Этоо дұрыс. Этоо дұрыс. Яя Туре. Яя Туре, Коло Туренің ағасы. Аузыңа келгенде айта бер десе, біреу шығады ғой. Африканецтердің ба? Майкл Эссиен, анау, мынау. 2002 жылы Камерунның формасын білесің ба? Чемпионат мира киіп барған. Андай разноцветный ма? Жеңі жоқ футболкамен. Майкл. Ливерпуль командасының
біз көрген, біз енді 60-шы жылдарға бармаймыз ғой қазір. Жоқ, 98 бері ғой. Далглишті қоса алмаймыз ғой, біз ойын көрмедік. Бұл жерде либо Мықты құрамын жинаймыз, короче. бұл жерде либо Пепе Рейна, болмаса Дюдик қой. Дудик? Алисон неге Дудик? Қазіргі Алисон ба? Қазіргі Алисон қояр едім. Келісесің, келіспейсің? Келсем, по идее. Алисонды қойдық. Шалдар болып, мен шалдардан алып келіп жатырмын, негізі олардан Алисон бәрі. Финал үшін ғана қоюға болады. Иә? Пепе Рейна жеңбеді ғой ештеңе. Сол қапталымды қоясың. Левый защитник. Сіз ше қалай ойлайсыз? Йон Арна Рисен қоямын мен. Рейсе 13 номер. Білесің ба, тепкен кезде торды жұрт жібереді. Шашы. Де Брюйненің шашы сияқты. Оң қапталға кімді қоямыз? Свен? Свен деймін да, мен оны просто өзіміз спорт райондағы жігіттермен біз оны Свен деп еркелетеміз. Біріншіден ол воспитанник. Карагерді ойнады оң жақта кезінде. Карагерді ойнады, бірақ мынау қазір маған жақынырақ Свен. Жарайды. Орталық қорғаушы екеуін таңдайық. Сен Ван Дейк дейсің қазір? Ван Дейк немесе, бірақ Ван Дейк дейді. Біреу Ван Дейк, екіншісін қояйық. Сіз айтыңыз екіншісі. Мен енді Карагер, Джейми Карагер. Сами Хуйпен қоямыз ба? Жоқ, Карагер. Карагер? Подкаст жүргізеді ғой. Карагер. Сисокконы қояйық онда. Карагерді қоямыз. 4 бірдей жартылай қорғаушыны таңдаймыз. Оның ішіне мен әрине де 100% ретінде Стиви Джи. Стиви Джи мен Алонсо екеуі 100% апты екеуі тұр. Амал жоқ. Сол жақ Вингер. Рахим Стерлинг демеш, өтініш. Садио Мане. Садио Мане сол жақ Вингер ретінде. Бағана 3 гол саған 3 минутта сол үшін. Ол кезде ол басқа клубта ойнаған ғой. Засауд келдің саған бұл. Сонда да Садио Манені қояйық, Ливерпульдің жанкүйерлері келісетін шығар енді. Родной ғой. Манелеле, давай. Оң жақ Вингер. Оң жақпен Мухаммед Салах енді бұл жерде. Салах, олар таза шабуылшыға жатқыза алмаймыз ғой өйткені. Салах, Мане, Джерард, Алонсо ойлашы, осындай жартылай қорғаушылар болса. Деген состав мұны сұрапыл. Соясың ғой бәрін. 2 форвард шабуылшыны қоямыз. Енді испаниялық. Фернандо Торрес дейсің ғой сен. Бірақ ол аз ойнады ғой Ливерпульда. Енді бәрібір. Сонда да жүрегін жаулап алды. Сұрапыл. Мысалы, Торресті Ливерпульдан басқа елестету қиын ғой. Челсиға барып шайып кетті. Торрес, Эль Ниньо сол кезде золотой мальчик. Екінші шабуылшы кім? Фирминио емес қой, железно. Питер Крауч демеш енді. Енді Питер Краучта қажет жоқ шығар бұл жерде. Луис Суарес қой, сұрапыл еді ғой Луис Суарес Ливерпульда. Ана гол сап тойлап атса ешкім келмей ма? Суареске ма? Неге? Біреуіз тойлап барады. Деп аншетке барады. Деп битсек ешкім келмей. Кімді қоямыз басқа? Мінезі иттеу болған оның. Бірақ футбольный качествоға келетін болсақ, Суарес спокойно қоюға болады. Иә? Суарес спокойно қоюға болады. Үздік сұрмерген болып Ливерпуль біреу жүрген кездер болды. Ешқандай вопрос жоқ Суаресге. Адами қасиетіне айтамайым. Бірақ футбольный качествосына. Фирмино безобиден. Енді Фирмино банкіде отыра тұр пока что. Иә. Тренерді айтып жүрмін. Енді әрине бұл жерде білетін шығарсыз қайтыр. Әрине. Біз көрген Ливерпуль талқылап жатырық қой. Иә. Клоп? Әрине деп тұр. Басқа біреуді айтсаң. Немесе испанец. Бенитес? Әрине. Жоқ. Клоп меніңше. Юрген Клоп. Жүрген. Ливерпульдан кетті ғой. Красавчик. Карьерасын аяқтай салды. Иә? Никому ничего не надо доказывать деді да. Мауриньо сияқты. Ертең абыройсыз болып кетпейін деп тұр. Ромада жүр. Негізі Мауриньо Ромада жүр дегенмен бір ырзалықшылығым бар Мауриньоға. Рома әлем тарихында, жалпы футбол тарихында 2 рет финал кубокқа шыққан, жалпы. Ол соңғы рет, сонау бір совет үкіметінің кезінде болған олай. Ол конференция лигасы деген турнирді ойлап тапты ғой. Андай онша емес клубтар үшін. Сол жақта жеңу жетістік деп ойламаймын. Менің ойымша Ромамен жеңіске жету нормальный жетістік. Сендер Жозені менсінбей тұрсыңдар, ол кәдімгідей. Қою керек қой, қоятын кезде адам. Жүру керек адам. Тоқтау керек. Мақұл, Жозе көке, сен мен үшін красавчиксің. Достар, біздің фондағы достарымыз әртүрлі акциялар ұйымдастырып жатыр, фрибеттер таратып жатыр, демек төмендегі сілтеме арқылы өтіп тіркелетін уақыт келді. Десе де біле жүріңіз, бәстігі бұл табыс табудың жолы емес, жай ғана көңіл көтеру.